Ассалаумағалейкум қазақ елі, амансыздар ма? Бүгінгі айтар әңгімеміз мынау елімізге қажет болып тұрған сот жүйесін өзгерту. Сот жүйесін өзгерту, оған жаңа дем беру, бұл адвокаттардың деңгейін көтеру. Адвокат болып жұмыс істеу бізде бағалану керек, адвокаттардың деңгейі өсу керек. Сондықтан жаңа сот қызметшісі сот болып тағайындардың алдында 5 жыл адвокаттық немесе прокурорлық қызметте болуы және одан кейін 3 жыл дегенде кемінде сот жүйесінде қызмет ету керек. Сонда жаңағы туысқандардың, біреудің қызының, жұбайының немесе ағасының, інісінің жайдан жай сот болып кетуіне жол бермейміз. Одан кейін барып, егерде сот қызметін атқарып жүріп, өзінің ісіне салғырт қарап, немесе пара алып, басқа да деген қауесет шығып жататын болса, оған деген күмән туатын болса, адвокаттар алқасының жергілікті